Еліміздің азаматтығын алу жеңілдетілген және жалпы тәртіпте жүзеге асады. Жеңілдетілген тәртіпте азаматтық алу құқығына келесі санаттағы тұлғалар ие. Қазақстан Республикасының азаматы мен некеде тұрған шетелдіктер, Қазақстан Республикасының аумағында заңды негіздерде тұрақты тұратын қандастар, Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында білім алып жатқан этникалық қазақтар, халықаралық келісімдер негізінде Ресей, Беларусь және Қырғызстан елдерінің азаматтары. Айта кетейік, заңнамаға енгізілген өзгерістерге сәйкес енді жалпы тәртіпте азаматтық алатын тұлғалар мемлекеттік тілді, яғни қазақ тілін қарапайым деңгейде білуімен қатар Қазақстан Республикасы Конституциясының негіздерін және Қазақстан тарихын білуін растайтын сертификат ұсынуы қажет. Ал жалпы тәртіпте Қазақстан азаматтығын алу үшін шетел азаматтары келесі шарттардың бірін орындауы тиіс. Қазақстан аумағында кемінде 5 жыл тұрақты тұруы қажет, немесе Қазақстан азаматы болған жұбайымен кемінде 3 жыл некеде тұруы тиіс. Азаматтық алу үшін өтініш беруші тұрғылықты жері бойынша көші-қон қызметіне келесі құжаттарды тапсыруы керек. Белгіленген нысандағы сауалнама өтініш, өмірбаян, 3x5, 4x5 см өлшеміндегі 4 фотосурет. Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы заңының 1 бабында көзделген шарттарды сақтау туралы міндеттеме. Жеке басын куәландыратын және басқа мемлекеттің азаматтығына тиесілігін растайтын құжаттың көшірмесі. 1 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде мемлекеттік баж салығының төленгенін растайтын құжат. Басқа мемлекеттің құзыретті органдары берген бұрынғы азаматтығы жоқтығы немесе тоқтатылғаны туралы анықтама.